қазіргі мынау жастарға ырзамын. Осындай азаматтарға біз мыңда бір алғыс айтуымыз келеді. Ендігі келесі жылы тағы да бір азаматымыз осы ауылда жаңа ғана өзі бата беріп, осы спорттың кешенін салып, тағы да бір көркейтсе, бұл ауыл шынында гүлденер еді. Сондықтан да осындай ауылдар, осындай жастар көп болса, ертең Қазақстанымыз гүл жайнап, жаңағы шын биіктен биікке шыға берер едік деп ойлаймын. Сондықтан да бірге осы елден, осы балуан шолақ ауылынан мен сияқты әлемнің олимпиаданың чемпионы шыға берсін деп, бүкіл Алладан соны тілейік. Аумин деп. Ал. Бүгінде біздің балуан шолақ ауылында үлкен той болып жатыр. Ол тойдың болу себебі осы мына артында тұрған спорт кешенінің ашылуы. Бұл спорт кешенінің ашылуына себепкер болған біздің олимпиада чемпионымыз, ағамыз Жақсылық Шөмбіров болатын. 2018 жылы осы ауылда 5 ашылған кезде осы ауылға спорт кешенінің керектігін айтып, дәл осы жерге спорт кешенінің қазығын қағып беріп кеткен болатын. Сол бізге себеп болып, бізді ынталандырып, осы спорт кешені бүгін ашылып отыр, соның себепкер болды. Енді ол спорт кешені ашылып, ауылға табысталғаннан кейін осы ауылдан мықты чемпиондар шығады деген үміттеміз, соған тілектеспіз. Бұл жерде спорттың күрес, дзюдо, бокс, спорт кешені болғандықтан барлық спорттың түрлері бар. Осындай Айтжан сияқты бауырларымыз көбейе берсін, аман болсын, отбасы аман болсын, дені сау болсын, ел игілігіне жасап атқан қызметі жемісті әрі жеңісті бола берсін. Рахмет. Мына салынып бітіп, сыйға тартып жатқан Айтжан ініме көп рахмет. Алла разы болсын, аман болсын, өсе берсін, өне берсін. Мынау сарайларыңыз құтты болсын. Ішінен көп атақты палуандар, атақты спортсмендер шықсын. Ауылым менің мақтанышым. Осы құрмет, осының бәрі ауылымның жастарының өніп өсіп өркендеуіне. Сыртта жүргенде, іште жүргенде ауылым жастары мақтан тұтып, әр уақытта айтқан сөз жерде қалмайды, іске асады.